Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазақ тілі сабағына дайынсыздар ма? Онда бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Алтын емел ұлттық саябағында». Здравствуйте, уважаемые ученики 5 класса. Начинаем урок казахского языка. Продолжаем тему «Алтын емел ұлттық саябағында» в национальном парке Алтын емел. Вспоминаем новые слова. Жаңа сөздерді еске түсірейік. Ұлттық қорық, национальный заповедник, үңгірлер, пещеры, жер көлемі, площадь земли, мекендеу, обитать, қорықшы, егерь. В учебнике страницы 103-106. Оқулықтың 103-106 беттерімен жұмыс жасаймыз. Где находится парк Алтын емел? Какие особенности есть у этого парка? Запомните, есте сақта. Саябақтың жер көлемі үлкен. Қорықта аңдар, құстар, жан-жануарлар мекендейді. Қорықшылар қорықты қорғайды. Площадь земли парка очень большая. В заповеднике обитают хищники, птицы и другие животные. Егери защищают заповедник. Ал енді оқулықтың 105 бетіндегі 7 тапсырмаға қараймыз. Страница 105, задание номер 7. Үлгіге қарап жаз. Запиши по образцу. Образец. Мен саябақта жүрмін. Я нахожусь в парке. Сіз саябақта жүрсіз. Вы находитесь в парке или ходите по парку. Открываем тетрадь, записываем сегодняшнее число, тему урока и 7 задание. Мен саябақта жүрмін. Сіз саябақта жүрсіз. Мен Алтын емел саябағына бардым. Сен Алтын емел саябағына бардың. Вспоминаем правила жіктеу. Жекеше, көпше. Бірінші жақ. Мен жүрмін. Екінші жақ. Сен жүрсің. Сыпайы түрі. Сіз жүрсіз. Третье лицо. Үшінші жақ. Ол жүр. Көпше. Бірінші жақ. Біз жүрміз. Екінші жақ. Сендер жүрсіңдер. Сыпайы түрі. Сіздер жүрсіздер. Үшінші жақ. Олар жүр. Басқа сөзді алайық. Жекеше, жіктеу. Бірінші жақ. Мен бардым. Екінші жақ. Сен бардың. Сыпайы түрі. Сіз бардыңыз. Үшінші жақ. Ол барды. Көпше түрі. Бірінші жақ. Біз бардық. Екінші жақ. Сендер бардыңдар. Сыпайы. Сіздер бардыңыздар. Үшінші жақ. Олар барды. Как нужно выполнять 7 задание? Нужно по образцу дописать предложение. Мен Алтын емел саябағына бардым. Говорится от первого лица. Я бывал или ездил в парк Алтын емел. А теперь нужно изменить лицо. Не первое, а второе лицо. Сказать от второго лица. Ты бывал или ты ездил в парк Алтын емел. Сен Алтын емел саябағына бардың. Слово бардым изменяется на бардың. Ол саябақты аралады. Ол третье лицо. Он или она посещала парк. Изменяем. А теперь нам нужно сказать в первом лице множественного числа. Біз, мы посещали парк. Мы гуляли по парку. Біз саябақты араладық. Олар саябақтағы Шохан Уәлихановтың музейіне барды. Они ходили в музей Шохана Уәлиханова, который находится в парке. А теперь нам нужно сказать, что это вы ходили. Сендер. Сендер саябақтағы Шохан Уәлихановтың музейіне бардыңдар. Сіз тастағы жазуларды көрдіңіз. Вы видели надписи, пиктограммы на камнях, наскальные рисунки. Вы видели наскальные рисунки. А теперь нужно сказать, что они видели. Ол, что он видел. Ол тастағы жазуларды көрді. Мен сусыған ыстық құмдардың үстімен жүрдім. Я ходил. А теперь говорим, что сіздер, вы ходили. Сіздер сусыған ыстық құмдардың үстімен жүрдіңіздер. Сендер неше түрлі аң құсты көрдіңдер. Вы видели разные виды птиц и животных. А теперь нам нужно сказать, что это они видели. Олар неше түрлі аң құсты көрді.
Д. Мы выполнили 7-е задание устно, а теперь запишите его в вашей тетради. На этом урок заканчивается. Всего хорошего, до свидания. Сау болыңыздар, балалар.